Ассаламу алейкум тикток оқырмандары. Сіздер менен мүйізді қалай күйдіреді деп сұрап отырсыздар. Соны сіздерге қысқаша түсіндіріп жіберейін. Міне, мынау 15-тік тұр ба, бірақ мына свечной кілттен жасадым мынаны. Мына жағы 15-тік тұр, мына жағы 15-тікті, мына жағы жуандау болып келеді. Мына жағы жуандау. Сосын мына кішкене 15-тіктен сәл жуандау болған соң мынаны басын кішкене бүйтіп аласыз мынаны. Бүйтіп пышақтың жүзіндей қылмайсыз да, былай кішкене домалақты болып аласыз. Күйдіргенде басына кіретін. 19-лық болды, мынандай қылып жасап алдым. Бұл екеуін қыздырам. Көбі енесе мынандай көбі осындаймен пайдаланады. Мен осыны бір-екі рет пайдаландым, бірақ мүйіз шығып кетті қайта. Екі құралды пайдаландым. Мынаумен қыздырам міне. Мына екеуін қыздырып қоямын да, сосын лағымды әкеліп, лағым мысалы мынау мүйізі ғой. Мүйіз, сол мүйізді бүйтіп терісі мүйіздің үстінен бүйтіп қозғалған кезде, қозғалса, ол уже тоқал, оған мүйіз шықпайды. Ал егер бүйтіп қатты қозғалтқанда терісі қозғалмай бүйтіп томпайып нетіп жатыр ғой, мүйіз, оған мүйіз шығатын белгілі уже. 5-6 күннен қалдырмау керек соны лақты күйдіретін кезде. Мүйіз шығып кетсе болмайды уже. Соны тек жан-жағын бүйтіп, мынадай машинка болсын, жаңағы қайшы болсын, сонымен жан-жағын бүйтіп жүнін алып жіберу керек, сонда көрінеді мына томпағы. Дәл сол томпақтың үстінен түсіру керек. Мына қызғаннан кейін қатты қып-қызыл болмайсыңдар. Мен нормально ағашқа басқанда күйетіндей қылып, сосын мынаны бүйтіп күйдіріп, мына терімен, мына ортада күйдірген терімен, мына тері екеуі ажырау керек, арасы бүйтіп ажырап, ақ болып ажырау көрінеді. До конца сүйегіне дейін күйдіріп тастамайсыз енді. Сразу 5 секунд, 1, 2, 3, 4, 5 деп алып бүйтіп қарайсыз. Ажырамаған жерлер болса ажыратып, ажырамаған жерлерін ажыратып жіберіп, мына екі тері бір-біріне ажырау керек. Ажырағаннан кейін сосын мынаны дополнительно 5 секунд, міне 1, 2, 3, 4, 5 деп 5 секунд ұстайсыз да, кішкене үзесіз да, арасын тағы 1-5 секунд ортасын күйдіріп жібересіз да, сосын міндетті түрде обязательно мынандай чермоспреймен шашып жібересіз. Көзіне тиіп кетпес, жан-жағына шашып. Болды, лақ жүгіріп ойнап кетеді 1-2 минуттан кейін. Дым да білінбей кетеді. Сол мүйіз дейтін енді қару ол. Жаңағыдай біреудің ешкіні шабын айырып жібергенін көрдім, сосын істеймін сөйтіп.